жоғарыларынан 3 теңге алады екен. Так, қараңдаршы. Біздің Шымкентте не шықса да Шымкентте шығады деген рас екен. Біздің Шымкентте мынандай банан бау деген шықты. Соған бүгін біз отбасымызбен келдік. Не деген керемет банандарды көрдік. Қанша шетелге барғанда банан қалай өседі екенін көрмеппін мен. Сөйтсем өзімнің Шымкентімде, Құдайға шүкір, мынандай банан бау ашылып, соны көріп жатырмыз. Жапырақтары, мына жапырақтардың өзі мен бойымнан ұзын екен. 2-3 метр екен. Әдемі. Не деген керемет, қараңдаршы. Не деген банан мынау. Жапырақтары менің бойымнан да ұзын. Az ekan в основном бәрі. Тола. Іштерінде бар тола? Артқа барып кел, бak көріп келсін. İşte ne diye kelimet bananlar var. Bananlar kalın sütleri. Karabıcak. Yaprakları benim boyumdan da uzun etti. Енді мен бұл шетелге шыққанда бұндай банан өсіп жатқан жерді көрмеген екенмін. Өзіміздің Шымкентімізде бар екен сөйтсек. Банан қалай өсетінін осы жерден көріп жатырмыз. Не выспалась? Не бұл? Кая деген қыз келе жатыр міне. Бананның ортасына кірді. Банан жақсы көретін қыз. Мына қарасаңдаршы қандай банан. İçinde adamlar var. Керемет. Ой, bu. Тек Африкада өсет банан деп ойлайтын едік, пожалуйста. Сосын пальмада өсет деп всегда айтатын еді. Мен мынандай болады екен, мына жапырақ